Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде тақырып нейроағаш қалаймын және аламын тақырыбында. Жалпы бұл нейроағашты салу барысында өзіміздің өткеніміз, қазіргі жағдайымыз және болашағымызға план құратын боламыз. Және көп нәрселер бойынша түп санамызбен де байланыс жасайтын боламыз. Осы нейрографикамызды бастамас бұрын ең алдымен 2 минуттық жаттығу жасайсыздар. Секундомерді қойып қоясыздар да 2 минут жаттығу жаңағы ойыңызға қалаймын және аламын. Және сонымен қатар ақша менде әрдайым бар, иә? Осы тақырыптар бойынша біз жаңағы нейрографика тақырыптарын салатын боламыз. Бүгінгі тақырыптан қалаймын және аламын. Ақша менде әрдайым бар. 2 минуттық жаттығуды секундомердің көмегімен жасайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңызда 2 минуттық жаттығуда мен өзімнің сөздерімді жаздым. Енді осы қағазымызды алып тастап, бұл жерде сөздерге анализ жасауға болады, жасамауға болады негізінде. Бұл қатты маңызды емес, бұл қатты біздің жалпы түп санамызға жасалынған жаттығу, иә? Келесі біз мына немізді аламыз. Нейрографический карта не салатын, нейроағаш салатын, қалаймын және аламын нейроағашын салатын қағазымызды аламыз. Немесе келесі бетін аударсаңыздар да болады, сіздердің жаңа жаттығу жасаған қағаздарыңыздың, иә? Так, енді қараңыздар, бұл нейрографический ағашты салған кезде қараңыздар, бірінші біз діңгегін жасап аламыз. Мына қараңыз. Екі шетінен аламыз, нейрографический линия ретінде сызып, осылай жасап жағамыз. Яғни бұл фасылына ағашқа ұқсайды. Егер де ұнамаған жағдайда осы жерлерін психокоррекцияласаңыз болады. Осылай нейрографический ағашымыздың бейнесін жасап алдық. Енді бізге нейрографика линиясын жүргізген кезде білесіздер, төменнен жоғары қарай жүреміз, өсу процесімен жүреміз. Яғни осы жерде мысалға нейрографический линия аламыз да, жүреміз, осылай қарай әртүрлі линиялар жүргіземіз. Ол линиялар бір-бірімен былай жанасуы мүмкін, иә? Немесе мүлдем басқа линия болып қиылысып шығуы мүмкін. Немесе линия жүріп келе жатып, ортадан былай екіге бөліп жасап қойсаңыздар да болады, иә? Жалпы бұл жерде состояниеңізге қарайсыз, сізге қаншалықты түп санаңыз, өзіңіз, иә, жан дүниеңіз болды дегенге дейін осылай нейрографический жаңағы линиямызды сыза береміз. Деп осылай сызамыз. Мысалы мен мына жерден тұстан келіп, былай қарай жүргенім қалады деген сияқты, да? Немесе мына жерден екі линия болып, былай қарай жүргенім болады. Тек қана жоғарғы қарай ғана жүреміз, иә? Міне, менде осы қазірше жеткілікті деп тұрмын, иә? Енді осы нейрографикалық нейроағашымызды қарасаңыз, бейнесі бір ағашқа ұқсайды, иә? Мынау біздің тамыры, мынау діңгегі, мынау бұтағы, иә? Ағаштың. Мына қараңыздар, мынау төменгі жағы біздің өткен шағымыз, мынау қазіргі шағымыз, мынау біздің болашағымыз. Осындай бөліктен тұрады, яғни 3 бөліктен тұрады, иә? Осы жерден біз қазіргі шақтан өзімізді шеңбер ретінде өзімізді тауып, сол жерге өзімізді мен деп жазып қоюымыз қажет. Ол үшін қараңыздар, мысалы діңгектің ортасын алдым да, мен осы тұстан өзімді таптым. Осыны әдемілеп көзге көрінетін етіп сызып аламыз шеңберін. Қараңыздар, мен маркердің тек жуан жағын қолданып жатырмын, жіңішке емес, иә? Ана нейрографический линия жүргізген кезде де, ағашымыздың бейнесін жүргізген кезде де. Так. Міне. Мен осылай өзімнің ағашымды бейнелеп алдым. Енді осы жерге ручкамен, мына жерге мен деп жазып қоямын, иә? Бұл мен. Қазіргі мен. Енді мынау нейрографический линияның округлениесін, дөңгелектеуін мынау жіңішке жағымен жүргіземіз. Жаңа мына жуан жағымен салған еді. Енді жіңішке жағымен барлық қиылысқан жерлердің барлығын дөңгелектеп шығамыз. Дөңгелектеп шыққан кезде жалпы өзіміздің күйімізге мән беріп отырамыз. Өткен шақты жасап жатқан кезде қандай күйдесіз, иә? Мысалға, қазір сіз өткен жағымыздан бастаймыз, иә? Өткен шақта қандай күйдесіз? Не есіңізге түсіп жатыр? Қандай жағдай есіңізге түсіп жатыр? Соның бәрін анализ жасап отырамыз. Негатив келетін болса, сразу соны позитивке айналдыруға тырысамыз, иә? Ситуацияны түсінуге тырысамыз, ситуацияны тыңдауға тырысамыз. Егер осы жерде бір сіздің өзіңіздің чайный установкаңызды тауып алсаңыз, иә? Тауып алсаңыз, міндетті түрде сол установкаңызды блокнотыңыз жаныңызда болу керек әрдайым, иә? Әрдайым сол блокнотымызға жазып қоямыз, чтобы сабақтан кейін де сол табылған установканы жұмыс жасау үшін, иә? Міне, барлық қиылысқан жерлердің бәрін осылай окружение істеп жатасыз. Сол сияқты қазіргі шақта өзіңізді жасап жатқан кезде қандай күй келіп жатыр, болашақты жасап жатқан кезде қандай эмоционалды күйіңіз болып жатыр, қандай эмоциялар болып жатыр. Соның бәріне баса назар аударып отырасыз.
шеңбермен қиылысқан жерді де округлять етесіздер. Осы жерде бізге трансқа түсіп кетуге болмайды. Қандай сезім болып жатыр, не сезініп жатсыз, денеңіз қалай болып жатыр деген сияқты барлық ситуацияны мән беріп отырамыз. Осылай полный нейрографикадағы бұрыштардың барлығын ағашымыздағы дөңгелектеп шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен уже өзім полный округление жасап шықтым. Жасап жатқанда түрлі ситуациялар ойыма түсті, сол ситуациялардың кейбіреулерін жазып алдым установкаларымда. Сол сияқты моментально уже установка немді нейрографика округлением жүргізіп жатқан кезде моментально өзгертіп жатқан ситуациялар да болды. Енді так, бұл жерде бұл методтың ерекшелігі туралы айтып өткім келеді. Ең алдымен сіздерге, құрметті көз сағатшылар, бізде жаңа айттым, мынау біздің өткен шағымыз, мынау қазіргі шағымыз, мынау біздің болашағымыз. Жалпы біздің табыс таппауымызға, ақша табуымызға көп кедергі келтіретін нәрсе ол біздің жадностьіміз. Өзімізге келген кездегі аяушылдығымыз. Байқасаңыздар, біз алдың хачуларымызды жазған кезде біз өзіміздің емес, өзге адамдар үшін жасайтын хачуларымызды айттық. Сонымен қатар біз өзіміз өткен сабақтарда өзіміз біреуге қалау арқылы, біреуге жақсы нәрсені, мына нәрсесі кредитін қылып бергім келеді, біреудің анандай нәрсесін істеп бергім келеді, туысқанымның, ағамның, әкемнің, анамның кредитін жауып бергім келеді, больницаға жатқызғым келеді, емдеткім келеді деген сияқты түрлі нәрселердің соңында шын мәнісінде эгоистік пікір, яғни оған берме, маған бер деген тұжырымдамалар туралы да сабақтарда айтқан болатынбыз. Жалпы бізде өзімізге деген аяушылық, өзімізді ескермеу, өзімізді бағаламау, өзімізді жақсы көрмеу, өзімізге қажет нәрсеге келген кезде ақшаны қимай қалу деген нәрселер негізі өте біздің рухани, адами, финансовый тұрғыдан өсуімізге көп кедергі келтіреді. Сондықтан бүгін дәл қазір біз өзіміздің өткен шағымыздан ресурс іздейміз. Яғни қалу қалай? Жалпы бұрын осыған дейін, осы сәтке дейін өміріңізде қандай нәрсені, қойшы, осы нәрсені өзіме қияйыншы, алайыншы, жаңағы осы нәрсе менің өмірімде болсыншы, мен осы нәрсені алғым келіп жатыр деген ситуацияларды есімізге түсіреміз. 5-6 ситуацияларымызда. Мысалға айтатын болсақ, мен өзімнің жаңағы қатты бір затқа, бір сырғаға қатты қызыққам, жаңағы каталог қатты қызықтым, алғым келді. Сөйттім да сол кездерде жаңағы наличка ақша жоқ, анаған сөйтіп алайын десем, ертең қалай құтыламын, бұны тауып бере алмай қалсам ше деген сияқты үлкен қорқыныштар болды да. Бірақ сонда да мен сол затты өзіме сатып алдым. Яғни сол кездерде жаңағы осы нәрсені бір құтылармын, бір амалын табармын деген сияқты оймен мен өзіме сол затты қидым. Хотя бы мына жақта жетпей тұрды, қарызым болып тұрды, кредиттерім болып тұрды. Сонда да мен өзіме қиғаным үшін, сол сырғаны алғаным үшін мысалы өте қатты қуанамын. Сол кездегі эмоциялық күйімді елестете отырып, мысалға мен мына жерде өзіме сондай бір шеңбер табамын. Яғни маркерімізбен өзіміздің сол ситуацияны, яғни өзіңізге қиып мейлі мына жағыма жетпей жатса да, қойып бала шағама жетпей жатса да, немесе туысқан өзіме басқа жағдайым кредитіме жетпей жатса да, осы нәрсені өзіме алайыншы деген біз өзіміздің бір кем дегенде 6-7 естелігімізді еске түсіреміз. Естелігімізді осындай шеңбер негізінде жасаймыз. Осы шеңбердің каждый қиылысқан жерлерін бәрін дөңгелектеп шығамыз. Дөңгелектеу барысында сол кездегі менің мысалы эмоционалды мен өте қатты қуандым, тағып алып айнаға қарап, жаңағы алтындарым болған дейін барлығын дерлік ломбардқа өткізіп жібергем, оны алуға жағдайым келмей, сол мен әлемге үшін білетін жасар М-ломбард деген Шымкенттегі. Сол білмеймін басқа облыстарда бар жоғын, бірақ Шымкентте М-ломбард деген болатын. Мен өте қатты жек көремін, сол ломбардқа кірген емеспін. Даже неше жыл болып кетті, 6-7 жыл болып кеткен шығар уже. 6-7 жыл алдын сырғамды өткізіп жүргеннен қатты да қапа болғам сол ломбардта. Енді хоть өзімнің ошибкамнан болды ғой енді. Бірақ сол жерге алтындарымды өткізіп жүргенім есіме түседі. Мысалы осы алтынды алған кездегі салып жатқан кезімде қазір мысалға да. Сол кезде жаңағы алтынды өзіме қиып алған кезінде оны айнаға қарап қуанып, бақытты болған эмоциямды есіме түсіре отырып, осылай жаңағы өзіме қиған, жетпей тұрса да өзіме қиған, бірақ бір жаман сөз бар ғой, жетпеген дүние жетпей кетсінші, өзіме алайыншы деген. Бірақ соның өзі негізінде негативный установка, негативті установка. Бірақ біз олай айтпайық, хорошо? Лучше жаңағы өзіме қиып, ақшамды өзіме қиып, өзіме жұмсаған сәтті еске алып отырып істейміз. Таптық па оны, сразу оның қиылысқан жерлерін бәрін округление жасаймыз. Округление жасап жатып жаңағы біздің қандай эмоциялар келіп жатыр, қандай жағымды эмоция болды сол кезде алған кезде, не істедіңіз, балаша қуандыңыз ба, сол қуанған сәтіңіздің бәрін еске түсіріп, яғни мынау тамыр тұсында өткен шағымыздың тамыр тұсындағы барлық дерлік нәрселерді, энергияларды жинақтаймыз осы жерде. Қуаныш, бақыт, так менде алалады екен ғой, оказывается, осы нәрсені алалады екен ғой менде деп жаңағы қуанғаным, қайта-қайта айнаға қарағаным, жаңағы туысқандарыма мақтанышпен көрсеткенім, барлығын дерлік еске түсіріп солай жасаймыз. Солай өзімізге ақшамыз жетпей тұрса да, мейлі жетіп тұрған болса да, өте жақсы
жасаған 6-7 ситуациямызды еске түсіреміз. Мысалға айтайық, мен де бастапқы кездерде іздеп таппай, қандай ситуацияны айтсам екен, нені айтсам екен, вообще мен оказывается өзіме қимаған екен ғой, осы уақытқа дейін мүлдем қимаған екен ғой өзіме деген бір сезімдер пайда болған. Это тоже нормально, бірақ кішкентай элементарный болсын, тамақтануға барған болсаңыз да өзіңіз, жаңағы бір жақсы көретін, жегіңіз келіп жүрген десертіңізді алған болсаңыз да, қандай өзіңізге қидыңыз, өзіңіз үшін жұмсадыңыз, өзге үшін емес, біреу әперді емес, өзіңіз нені алдыңыз, өзіңіз неге өзіңізді лайық көрдіңіз жақсы нәрселерге, қандай жақсы нәрселерге. Сол ситуацияны еске түсіріп отырып, кем дегенде 6-7, мына тек қана төменгі тұсқа, мына шеңберіміздің астына, тамырына 6-7 шеңбер жасаймыз. Яғни шеңберлер бір-бірімен, мысалға айтайын, былай қиылысуы да мүмкін, қараңыздар, былай қарап қиылысуы да мүмкін, қиылысқан жерін былай жауып қоя салсаңыздар да болады. Бұны ерекшелеп жаңағы, или былай жасап жіберсеңіздер де болады, ешнәрсе етпейді. Қалай жасағыңыз келеді, қалай фантазияңыз келеді, солай жасай бересіз. Мен ерекшелеп алып, немесе өз алдына былай шеңбер пайда болуы мүмкін, үлкен жаңағы. Оны да жаңағы үлкен бірінші бәрін сыза алмаймыз, каждый нәрсені еске алып, сол кездегі эмоцияны сезініп, тура мына біріншісін көрсеткен сияқты округление жасап отырып не қыламыз, жасаймыз. Каждый жағымды эмоцияларды сезініңіздер, қуаныңыздар сол кездегі сәтті еске алып, қандай сезімдер болды, қандай рахат көңіл күй болды, соның бәрін толығымен сезінеміз. Таппай жатсаңыздар, тоже это нормально, таппау да нормально. Бірақ барынша 6-7 шеңберде жасаңыздар. Біз всегда өткеніміздегі, өтер нәрсе өтіп кетті, все болды деп айтамыз ғой. Бірақ өткеніміздегі ситуациялардан біз энергия аламыз. Яғни біз қазір энергия көзін іздеп жатырмыз, Қандай энергия көзі бар бізде? Қандай ситуацияларымыз бар, который біздің өзімізге қимай, аяушылық танытпай, өзімізге осы нәрсені алайын, осы әдемі нәрсені киіп көрейін, әдемі көйлек алған кезіңіз болуы мүмкін, әдемі жерге кіріп тамақтанған кезіңіз болуы мүмкін, мысалға, или қымбат бір алтын сатып алған кезіңіз болуы мүмкін, немесе өзіңізге бір саяхатты қиған сәтіңіз болуы мүмкін, білмеймін. Қандай жағдай болсын да, ең бастысы өзіңізге жұмсаған сәтіңізді еске алып, өзіңізге сатып алған нәрселерді еске алып, соны жасап шығамыз. И соны каждый шеңберін сызып округление жасап отқан кезде, сол кездегі ситуацияны еске алып, эмоциямызды есімізге сақтап, қуаныш эмоциясы келген кезде адам жаңағы бір қуанып, шаттанып, еркін болып кетеміз ғой, тура сондай состояниеге түсіп отырып саламыз. Осылай барлығын тапқан 7 шеңберіміз бір-бірінің үстінен түсуі мүмкін, былай түсуі мүмкін, мына жерден түсуі мүмкін, былай түсуі мүмкін, ол өз еріктеріңіз, қай жерден түседі, солай шеңбер жасап, қалың қылып округление жасап шығасыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен 1, 2, 3, 4, мына жерде 5, 6, 7 круг істеп шықтым, Енді қараңыздар, 7 ситуацияны еске алдым. Менде уже қуаныш гормоным көтерілді, энергиям көтерілді. Енді қараңыздар, біз өзіміздің өткенімізден қазіргі жағымызға ресурс жинадық, дәл қазіргі состояниемізге ресурс жинадық. Енді қараңыздар, енді жоғарғы жаққа да тоже осындай кругтар салатынбыз. Оған біздің болашақта неге жеткіміз келеді? Қарызымды мысалға мен айтатын едім, алдын бетпен алғаш бүйтіп салғам, жаңағы 4,5 миллион теңге қарызымды құтылу, кредитімнен құтылу. Үстіне оған бір шеңбер жасаймын. Оны да тоже әдемілеп көрінетін етіп, шеңберлі округлениесін жасап шығамын. Сөйтемін да одан кейін жаңағы кәсіп ашқым келеді. Екінші шеңберін мысалға. Кәсіп ашқым келеді. Бірақ сіздер бұны мен сияқты бірден сызбаңыздар, мен сіздерге көрсетіп жатырмын, Сіздер каждыйын сызып, сол ситуация болды, сіз құтылдыңыз болашағыңызда. Сізде енді ешқандай қарыз жоқ, сіз кәсібіңізді аштыңыз. Ол кәсіп қандай болады, ашқан кезде қандай сезім болады. Барлығын әр дөңгелекке қандай мақсатта, қандай алға мақсат қойып сіздіңіз, тура сол ситуацияларды елестете отырып, жаңағы округлять етесіздер барлығын дерлік. Шеңберлеріміз осылай көрінетін етіп бояп жасап шығасыздар. Бұл жерде ең бастысы ойнайтын нәрсе бұл эмоция. Бұда да 6-7 кем дегенде, смотря сіз қаншалықты 6 істейсіз ба, 7 істейсіз ба, бірақ одан кем болмау қажет. Ең шеңберлер бір-бірімен жанасады, қиылысады. Солай каждый үштік жасап шығасыздар да, округление жасап шығасыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мен өзімнің немді нейро ағашымды полный жасап біттім. Енді қараңыздар, енді бізге не істеу керек? Енді мына жанында діңгегі бар ғой, несі пофасоның, осы жерін қалың етіп, көрінетіндей етіп, белгі тұстан әдемілеп не істеп шығамыз, ерекшелеп шығамыз. Қараңыздар, ішке қарай жүргізбеңіздер, сыртына қарай жүргізіңіздер. Сол кезде бізде круг не бұрыш пайда болып қалмайды. Осылай әдемілеп жасап шығамыз. Мына жақтан да тоже самое. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан осы армандарым орындалып бақытты күй кешемін. Мен
өзімді жақсы көріп, осы сәттен бастап өзімді жақсы көріп, өзіме деген жақсы көңіл күйлер бөлемін, өзімді дамытатын түрлі әдістер табамын, иә. Мен өте бақыттымын. Менің жұбайым деп айтсаңыз да болады, осы жерде жұбайым мені әрдайым барлық шешімім бойынша қолдайды деген сияқты. Осылай діңгегімізді полный ерекшелеп алдық. Енді қараңыздар, біз осы жерден мынау тұрған округлениелеріміз бар ғой, шеңберлерімізде бірнешеу сыртқа қарай энергияны шығарамыз, сыртқа қарай жібереміз, иә. Мынаның бәрі қазір біздің өткен шақтағы біздің болған сәттеріміз, мынау қазіргі состояниеміз, мынау біздің болашағымыз. Осы жерлерден бірнеше нейрондық линия жүргіземіз. Оны маркердің жіңішке жағымен жасайсыздар. Қараңыздар. Мысалы, мына жерде мен бірнешеу алып жүргім келіп жатыр, иә. Маркерім слабый болып қалыпты ше. Өткен шағымнан тоже бірнеше осылай шығарып қоямын. Осылай жіңішке, нәзік еткен күйде, иә. Енді осылардың да қиылысқан жерлерін дөңгелектеп шығамыз. Менің дәл қазіргі сыртқа шығарып, сыртқа жіберген нейронный линиям арқылы мен Аллаға өзім қалауымды жеткізудемін, иә. Алла маған ойламаған жерден, ойламаған тұстан әртүрлі адамдар арқылы осы арманымның барлығын орындауға, жүзеге асыруға түрлі жолдарын көрсетеді. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан өзімнің қарыз кредиттерімнен құтылып, жеке кәсібімді ашып, тәуелсіз және еркін боламын. Я, бұл сөздердің бәрін уже біз қайталап үйреніп қалған болуымыз керек, уже 2 нейрографика салдық. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан өзімнің қалауларыма мән беріп, өзім қалағандай, өзім ойлағандай, осындай кәсібімді аштым. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан адамдардан тапсырыстар ала бастадым кәсібімнен. Мені қолдайтын және мені шабыттандыратын, мені тек қана жетістікке жетелейтін менің жаңағы достарым, жігерлі, жанашыр, қамқор достарым пайда болды. Маған мен әрдайым өзімнің жасап жатқан кәсібімнен, жасап жатқан жұмысымнан рахат аламын. Ақша маған бақыт, қуаныш, еркіндік, жетістік алып келеді. Мен ақшаны және ақша мені өте жақсы көреді. Мен ақшаның магнитімін. Ақша мені ойламаған жерден, ойламаған тұстан өз кәсібімді дөңгелетіп алып кетуіме мүмкіндік береді. Ақша ол маған жетістік, қуаныш әкеледі. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан шетелде саяхаттап бақытты күн кешемін. Мен бақытты ана, бақытты жар, бақытты кәсіпкермін. Кәсіп ол маған қуаныш әкеледі. Уже негатив болып қалуы мүмкін. Банкрот болып қалсаң, жоқ, ол маған бақыт, қуаныш әкеледі. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан өз кәсібіме қолдаушылар табамын. Деген сияқты әртүрлі сөздермен өзімізді осылай нейрографический линиям жүргізеді. Ол процесс вообще басталған сәттен бастап нейрографиканы соңына дейін тек қана осындай позитивті ойлар айтамыз. Егер нечаянно негатив келіп қалса, оны жаңағы исправить етіп отыруымыз қажет, иә? Хорошо. Так. Енді біз өзіміздің қалауымызды, өзіміздің осаққа дейінгі бұл жеткен жетістігімізді, өзімізге жадынылық танытпай, қиған дүниелерімізді еске алдық. Енді болашаққа әртүрлі жоспарларымызды құрдық. Бұл нәрсенің бізге қандай нәрсе әкелетінін, не әкелетінін, қандай да жетістікке жеткізетінін айттық, болды. Біз уже өзімізге қажеттінің бәрін дерлік айтып қойдық. Енді оны орындауға тек қана Аллаға жібереміз, иә. Аллаға жіберген алдын, егер де сіздің мына жердегі меніңіз, иә, мен деп тұрған шеңберіңіз анық көрінбей қалған жағдайда, оны қаралап, осылай ерекшелеп қойыңыз. Меніңше менікіне уже хватит жетеді деп тұрмын да. Әдемі болып тұр. Сондықтан енді біз Вселенныйға отправить етеміз. Қалай? Яғни бізде всегда жоғарыдан төмен қарай ғой. Яғни мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан жетістікке жетемін деп жасадық қой. Енді қараңыз, біз өзіміздің барлық қалауларымыздың барлығын орындауға Алла тағаламызға жібереміз. Мен өз қалауымды, өз таңдауымды, өз мені бақытты ететін нәрселердің барлығын айттым. Енді Алла тағалам бір өзің орындаушысың. Бұл линия өзге линиялардан ерекше болып тұру қажет. Яғни қалың, ерекше болу қажет, иә? Енді біз өз қалауымызды Аллаға жібердік. Алла тағала
ары қарай біздің барлық дерлік арманымызды орындауда. Негізі жалпы біз нені қалаймыз, нені армандаймыз, бізге Алла тағала орындап беруші. Негізі орындап береді біздің қалауымыздың бәрін. Просто біз дұрыс формада негатив араластырып қойып, жаңа установкалар түзіп алып жатқаннан кейін біздің түп санамыз тікелей Алламен байланысушы болғандықтан Алла тағалаға дұрыс жеткізілмей қалады. Поэтому біздің өмірімізде біздің шын мәнісінде армандаған, бірақ шын жан дүниеміз қаламаған нәрселер орын алып жататын. Сондықтан міне осылай біз өзіміздің таңдауымызды, қалауымыздың бәрін бір Аллаға жібердік. Енді тағы да бұл жерде де каждый жаңағы қиылысқан жерлердің барлығын дерлік округление жасап шығамыз. Бірінші бір шетінен бастаймыз, иә. Жерін қалай жасайсыз сақтап қалады. Осылай қиылысқан жердің барлығын дерлік дөңгелектеп шығамыз. Жасап жатқан кезде қандай эмоция келіп жатыр, не болып жатыр, денеміз қалай болып жатыр, денеміз қарсыласып жатқан жоқ па, барлығына аса назар аударып отырыңыздар, иә. Барлығына толық мән беріп отырыңыздар. Сызып шықтық. Енді біз нейрографикалық не береміз, түс береміз. Енді осы немізге, ағашымызға негізгі түстерді осы тұсқа ашық түстермен сыртқы діңгегін ғана бояймыз. Діңгегін темный түспен бояп қойып, діңгегінің шетін темный түспен бояп қоюға болмайды. Так, мен өзіме мынандай қоңыр түс алдым, жердің түсі ретінде мынандай түстер алдым. Және көп түс, 4 түсті осылай таңдап алдым. Сіздер өздеріңізге ұнаған түстерді таңдап аласыздар, иә. Ең алғашқы астыңғы жағын мен былай қоңырмен бастағым келіп тұр. Осылай бояғым келіп тұр. Сіздерден қалай шығады? Өз еріктеріңіз. Кім қалай бояғысы келеді? Жасап жатқан кезде де міндетті түрде қандай эмоция келіп жатыр, барлығын айтып отырып жасаймыз, иә. Енді мына бір шеңбердің ішін сарымен жасағым келіп тұр. Сарында тоже бүгін енді жаңағыдай толық бояу емес, шеңберлерге осындай бір необычный түстерден осылай бергім келіп жатыр. Сіздерше енді бұл бояу дегенше өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Кім қалай жасап, қалай бояғысы келеді.
құрметті қатысушылар, мен мысалға өзімнің суретім өзіне қатты ұнады. Сіздерге ше, сіздердің өздеріңіз суреттеріңіз қандай болды, қалай болды, барлығын кері байланыс ретінде телеграм чатқа және сонымен қатар инстаграмда міндетті түрде белгілеңіздер. Мен сіздердің кері байланыстарыңызды күтемін. Барлықтарыңызға қайырлы білім болсын. Осы жаңағы армандаған тартылыс күші ғой, енді изобилия нейроағаш, изобилия тартылыс күші, иә. Осы қандай нәрсені армандасаңыз да сол армандарыңыздың барлығын жүзеге асуына тілектеспін. Барлықтарыңызға қайырлы білім болсын.